Сәлем, сіздермен бірге Мадина. Мен бүгін үй жағдайында екі түрлі бенто торт жасауды үйрететін боламын. Диаметрі 16 см, размері XL, салмағы 1 кг асатын торттар бұл. Бұл құрамның барлығы екі тортқа арналған құрам. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал енді тортымызды жасап бастаймыз. Жұмыртқамызға қантты қосып, жақсылап миксермен көпіртіп араластыратын боламыз. Кемі 5-7 минут араластыратын боламыз. Үстіне ванилинді қосып, тағы да 1-2 минуттай араластырамыз. Массамыздың дайын болғанын білуіміз үшін араластырып болғаннан кейін венчикпен үстіне осылай сызық қылып сызатын боламыз. Осылай сызық сызылатын болса, ұнды салуға болады деген сөз. Сіздерге айта кететін жайт, ұнды барлығын бірден салудың қажеті жоқ. Массамыз төмен түсіп қалатын болады. Сол үшін ұнды електен өткізіп, 2-3-ке бөліп салатын боламыз. Араластырған кезде де мұқият араластырыңыздар. Байқасаңыздар, бұл жерде миксер керек емес. Тек қана силиконовый лопатамен пайдаланатын боламыз. Төменнен жоғары қарай араластырамыз. Асықпай жақсылап араластырыңыз, ішінде ұнның түйіршіктері қалып кетпеу керек. Енді дайын болған массамызды 2-ге бөлеміз. Мінекей екінші массамыздың үстіне какаоны ситадан өткізіп, жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен кішкене сұйық май қосуды ұмытпаңыздар. Сосын жақсылап араластырып, мінекей біркелкі масса болғанша араластырыңыз. Ал екі бисквитіміздің да тесталары дайын. Енді кольцоға құятын боламыз. Мендегі кольцоның диаметрі 16 см. Осы кезде май жаққан кезде тек ыдысымыздың түбіне ғана жағыңыздар. Жан-жағына жағатын болсаңыздар, бисквит көтерілген кезде маймен сырғанап төменге қайтадан түсіп кететін болады. Неке бисквиттерімізді құйып, бір-екі рет сілкіп кішкене ұрып жібереміз, ішіндегі ауаларын шығарып. Сонымен қатар 180 градусқа 30-35 минутқа духовкаға саламыз. Ол кезде мүлдем духовканы ашпаңыздар. Неке менің бисквиттерім пісіп шықты. Енді астындағы фолькасын алып, кольцосынан шешіп алатын боламыз. Мінекей менің бисквиттерім дайын. Енді осы екі бисквитті ортасынан 2-ге бөліп аламыз, екеуінде. Енді бенто тортымыздың кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр, қант және сливки керек болады. Барлық керек ингредиенттердің толық граммдарын описание бөлімінде қалдырдым. Мінекей творожный сыр және қантымызды жақсылап миксерлеп, үстіне салқын сливкимізді құйып, тағы да миксерлейміз. Сол кезде біздің бенто тортымызға арналған креміміз дайын. Енді бенто тортты жинауға кірісетін боламыз. Алдымен бисквитімізді салып, оны пропитание жасауымыз керек. Мен бұл жерде сүтпен пропитание жасадым. Маған бисквиттің влажный, яғни сулы болғаны ұнайды. Сол үшін көбірек қостым. Одан кейін кремімізді қосып, осылай тегістеп алатын боламыз. Осылай тегістеп болғаннан кейін мен начинкасына карамель және грек жаңғағын қостым.
Арасындағы салмасын өз қалауыңыз бойынша қосыңыз. Көп немесе аз, немесе басқа да начинкалармен ауыстырып, варенье, джем, кез келген затты қосуға болады. Банан, клубника деген сияқты свежий түрлерін де қоса берсеңіз болады. Енді екінші бисквитіміздің ішкі жағына пропитание жасап, оны тортымызға біріктіріп, үстіне кремін жағатын боламыз. Кремді бір-керкі қылып жағып болғанымыздан кейін тортты міндетті түрде холодильникке жіберетін боламыз. Оған дейін екінші тортты жинаймыз. Екінші торт бента торт шоколадный болады бізде. Енді оған пропитание жасаймыз. Тура жаңағыдай мен сүтпен жасадым. Бұл жерде дұрыстап арасына сіңбей қалғандықтан пышақпен арасын тесіп, тезірек сіңуі үшін пропитанияны тағы да құйып шықтым осы тесіктердің үстінен. Сол кезде бисквитіміз тістеген сайын влажный, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Жақсылап пропитание жасап болғаннан кейін үстіне кремімізді жағамыз. Екінші бента тортымның начинкасына да мен карамель және грек жаңғағын қостым. Бұл жолы көбірек қостым. Дәмі деген өте керемет шықты. Екінші бисквитімнің ішкі жағына сүтпен пропитание жасадым. Естеріңізде болсын, кез келген торттың тек ішкі жағына ғана пропитание жасалынады. Бисквиттің сырт жағынан ешқандай пропитка жасамайсыздар. Себебі крем бізде еріп ағып кетуі мүмкін. Ал енді креміне келетін болсақ, кішкене кремді алып қаламыз. Бұл кремге краска қосып, біз жүрек істейтін боламыз. Қалған кремімізді теңде екі бөлікке бөлеміз. Біреуін розовый цвет қыламыз, екіншісі ақ цвет болады бізде. Өз қалауларыңыз бойынша кез келген түсте жасай берулеріңізге болады. Көбірек қоссаңыздар қоюлау түс, азырақ қоссаңыздар ашық түс болады. Мінекей менің түрлі түсті кремдерім дайын болды. Енді тортты ары қарай жинайтын боламыз, кеттік. Бірінші бента тортымды кальцосынан шешіп, оған розовый кремді жағатын боламын. Осылай бір-керкі қылып жағып, тегістеп шығамыз. Тура видеодағыдай жасаңыздар. Мінекей менің алғашқы бента тортым дайын болды. Енді бұған ақ креммен мен жазу жазатын боламын. Кез келген сурет, жазу, қалған заттардың барлығы өз фантазияңызға байланысты.
Бірінші бента тортым дайын болды, ал енді екіншісін жасауға кірісеміз. Кольцосынан шешіп, бұған да крем жағып, жақсылап біркелкі қылып тегістеп алатын боламыз. Дайын болған тортыма қызыл крем мен кішкентай жүрекшелер салатын боламын. Ары қарай сәндеу өз фантазияларыңызға байланысты қоса берсеңіздер болады. Мен қалған креммен осылай шиектеріне де кішкене қызыл кремнен жағып шықтым. Мінекей осымен бента тортына арналған тегін мастер-классым аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.